we set it off. Here we go, here we go. Red lights, I could never stop. A dreamer with the fever to be great was all I ever want, was all I ever wanted. A fighter with the fever for the fame was all I ever want, was all I ever wanted. Got me singing like bang, 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 bang. It's fire's a weapon. Bang, 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 bang. Won't stop till we're legends. No limits, no limits. We're taking it all. We're taking it all. No limits, no limits. We're taking it all. We're taking it all. No limits. Yeah, no limits, no limits. We're taking it all. We're taking it all. No limits, no limits. We're taking it all. We're taking it all. No limits, no limits. We're taking it all. We're taking it all. No limits, no limits. We're taking it all. We're taking it all. Бүгінгі жиналыс маған өте ұнады. Өйткені балаларға тәрбиелік жақтан көп интервьюлар беріп жатырмын. Тағы ата-аналарға көбінесе жаңағы балалардың туған жағдайларын көрсетіп жатырды. Бүгінгі сұхбатқа, бүгінгі жиналыстың жақсы өтті. Апайларымызға рахмет. Мына балдарымыздың тәрбиесі бәріміз екі жақтан болса, ата-анадан, апайлардан екі жақтан болса, баланың тәрбиесі жақсы болады деп ойлаймын. Сіздермен мен міне бүгін 6 мектебінде өткен ата-аналармен бірге өткізілген жиналысқа келіп қатыстым. Жиналыстан алған әсерім өте керемет. Міне бүгін психологтар да келді, сол кісілермен де сөйлестік. Жиналысқа өте көңілім толды. Бүгінгі жиналысқа өте керемет болды. Бүгінгі жиналысқа өзімізге де көп білім алдық. Балаға көңіл бөлу керектігін, баламен көп жұмыс жасау керектігін мектеп әкімшілігіне рахмет. Осындай неше күн бойы міне үздіксіз бүкіл класстар арасында жиналыс жасап жатыр. Рахмет. Өзіме көп білім алдым, шыны керек. Өте жоғары дәрежеде өтіп жатыр. Рахмет. Провели собрание именно по психологическому вопросу. Медики и родители вопросы задавали, и многие отвечали правильно. Хотелось бы, чтобы побольше таких собраний проводилось, и проводили именно психологические темы, поднимали с детьми, чтобы в завтрашнем дне у детей не было проблем с психологией.